Егіз жүрек. Бірінші бөлім. Астананың іргесіндегі орманда күні бойы шанамен сырғанап, шаңғы теуіп шаршаған топ. Кешкісін шағын үйшіктің ішіне жиналғанбыз. Ошақта жарған оттың қызуы бойды балбыратып, ұйқы қыса бастағанда, арамыздағы ақсақал бір әңгіменің шетін шығарды. Бұл оқиға сонау 20-шы жылдары болған екен. Зайсанда кеңес өкіметі орнап, оның саясатын жүргізетін коммунистері мен комсомолдары да келіпті. Солармен бірге келген Абзал атты бір жас комсомол ауылдың айдай сұлу Әйгерім деген қызына ғашық болады. Қызда сымбатты жігітті бір көргеннен ұнатып, араларында махаббат оты лаулап қоя берген. Ескі дәстүр мен жаңа тәртіптің тартысып жатқан кезі ғой. Әйгерімнің аттастырып қойған жігіті бар екен. Қалың малы да төленген. 2 жасқа бұл да кедергі болмапты. Үлкендер екеуін тоқтата алмайды. Бірін-бірі сүйген егіз жүрек, екеумізді өлім ғана айырады деп серттескенде көрінеді. Жағдай әбден ушыққанда, ру ақсақалдары өздерінше сот жасап шешім шығарады. Өлім жазасы жай ғана өлім емес, құрық тимеген тауда жүрген жабайы жылқының құйрығына байлап жіберу. 2 жас мұны да ерлікпен қабылдайды. Жылап сықтамай, жалбарынбай аттың құйрығына байланып кете барады. Тау тасты жерде олардың тірі қалуы мүмкін емес еді. Жабайы жылқы сүйретіп ала жөнелгенде ақ, олардың денесін пышақтай өткір тастардың кескілегенін үкімді орындаушыларда, киіз үйден сығалап тұрған бала шағада көрген. Егіз жүректі сүйреткен 2 жабайы жылқыны содан кейін ешкім көрмеген. Абзал мен Әйгерімнің мұңды махаббаты жайлы аңыз әңгіме 30 жылдан астам уақыт бұл өңірде қозы мен баянның махаббатынан кем айтылмайтын. Екеуінде өлдіге санайтын. 60-шы жылдары Қытайдағы қандастар елге қайта бастағанда адам сенбес бір оқиға болады. Басқа бұлай болар деп ешкім күтпеген.